Саламатсыңдар ма балалар? 83-ші сабақ өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Жаңылпашты оқып, жатқа жаз. Алма барда, алмұрт алар ма? Алмұрт алма, алма ал. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Алма сөзінің амоним екенін дәлелде. Амоним дегеніміз жазылуы бір, мағынасы әртүрлі сөздер. Алма бірінші кезде жеміс, алма іс-қимылды білдіріп тұр бұл жерде. Екінші жаттығу. Алма, жеміс, алма іс-қимыл антоним тауып жаз ет. Антоним дегеніміз қарама-қарсы сөздер. Тар сөзіне қарама-қарсы кең, жаңа, ескі, жақсы, жаман, жуан, жіңішке, жарық, қараңғы. Үшінші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Орманшы қызы қасымда қатар келеді. Қайыңның сөлін басқаша қалай тереді? Төртінші жаттығу. Басқаша сөзді тауып құрылыс, сөзіне кітапты бірі, жұрнақ жоқ деді. Қайыңнан жалғау кітап, сұйықтықты шырын деп те сөлдепті атайды екенбіз. Сондықтан олар синоним сөздер. Жаз